Hi guys, барлығына сәлем. Біздің бүгінгі арнамыздағы кезекті сабағымыздың тақырыбы may және might modal verbs, may және might модальды етістіктеріне арналады. Оның қолдану жолы, сөйлемде қалай қолданылатындығы жайлы мысалдармен сіздерге нақтылап түсіндіріп беретін боламыз. Соңына дейін көруге кеңес беремін. Okay, use may and might to say that something is possible. Біз may және might модальды етістіктерін сөйлем барысында бір нәрсені істейтін ісімізді алдын ала болжау мақсатында қолданамыз. Яғни бір ісіміздің нақты емес, бірақ жасалынуы мүмкін болған жағдайда біз осы may және might етістіктерін қолдана отырып сөйлемді жасаймыз. Мысал үшін, Mike may go to Italy. Perhaps he will go to Italy. Майк Италияға бару мүмкін. Яғни оның бару мүмкіндігі жайлы айтып тұр. Бірақ оның нақты іс емес екендігі. Яғни алдын ала болжанған іс Мейктің Италияға бару мүмкін екендігін нақтылап түсіндіріп тұр. Яғни бұл дегеніміз may және might көмекші етістіктері сөйлем барысында мүмкін, болуы мүмкін деген мақсатта қолданылатындығын жеткізіп тұр. Тағы да бір мысал келтіріп түсіндіре кететін болсақ, I'm not sure where to do for my holiday, but I may go to London. Мен өзімнің демалысымда қай жақта болатынымды нақты білмеймін. Мен мүмкін Лондонда болатын шығармын. Яғни I may go болатын шығармын. Мүмкін деген етістік арқылы түсіндіріп тұр. And the structure may might modal verbs, subject plus may might plus verb. Яғни may және might модальды етістіктерінің құрылымын түсіндіре кететін болсақ, subject бізде бастауыш және де may might модальды етістігі және де негізгі етістік арқылы біз may және might модальды етістіктерін қолдана отырып сөйлем құрай аламыз. Ал оларға мысал келтіретін болсақ, they may play tennis. The subject may modal verbs және де play негізгі етістік. Олар теннис ойнауы мүмкін. Сонымен қатар I, we, you, they, she, he, it сөздерінен кейін may және might модальды етістіктерін қолдана бересіз. Яғни бізде сөйлемде may және might көмекші етістіктерінің айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Сіз I may немесе I might деп те сөйлемде өз еркіңізде қолдана бересіз. Енді negative sentence, болымсыз сөйлем барысын түсіндіретін болсақ, яғни өзі аты айтып тұрғандай, мүмкін емес, орындалмауы мүмкін, жасалмауы мүмкін дейтін жағдайларда біз may және might көмекші етістіктеріне not сөзін жалғау арқылы сөйлемімізді ары қарай жасап жалғастыратын боламыз. Яғни болымсыз түрде бір істің істелмеуі, жасалмауы may not және де might not сөздері арқылы сөйлем барысында жасалатын болады. Ал оған мысал келтіріп түсіндіретін болсақ, I may not go to the cinema this evening. Мен ертең кино қарауға бармайтын шығармын. Яғни болымсыз сөйлем жасалынып тұр. I may not go. Мен бармайтын шығармын. Келесі мысалымыз, He may not come to work tomorrow. Ол ертең жұмысқа келмеуі мүмкін. Яғни мүмкін емес болып тұрған сөйлемді айтып тұр. Ол жұмысқа келмеуі мүмкін. Тағы да бір мысал, Mike might not be in his office. Майк ертең жұмысқа келмеуі мүмкін. Яғни жұмыста болмауы мүмкін, офиске келмеуі мүмкін деген сөйлем жасап тұр. Яғни осымен болымсыз түрі түсінікті болды деген ойдамын. Өйткені may және might сөздерінен кейін жай ғана not сөзін қою арқылы сіз болымсыз түрді оңай түрде жасап алып сөйлем құрай аласыздар. Ал ендеше сұраулы түрін түсіндіріп өтейік. Сұраулы түрінде кез келген ағылшын тіліндегі құрылым бойынша біз may және might модальды етістігін subjecттің, яғни бастауыштың алдына шығарамыз және де одан кейін негізгі етістікті қоямыз. Яғни ол may plus subject plus verb. Яғни may және might көмекші етістігі алдына шығып, одан кейін бастауыш пен негізгі етістікті қою арқылы сөйлемдерді жасаймыз. Ал енді сұраулы түрін мысалдармен түсіндіріп берейік. May I sit here? Мен мұнда отырсам бола ма? Яғни менің мұнда отыруыма мүмкіндік бар ма деп сұрап тұр. May they do homework? Олар үй жұмысын жасаса болады ма? Үй жұмысын орындаса болады ма деп сұрап тұр.
және де may I use your phone please? Мен сенің телефонымды қолдана тұрсам болады ма? Яғни қолдана алсам мүмкін бе, қолдана аламын ба? Яғни мүмкін бе деген сұрақтар туындаған жағдайда may және might етістіктерін сөйлемнің алдына шығарып сұраулы сөйлем жасап, өз құрылымы бойынша біз жаттығулар орындай аламыз. Келесі кезекте біз сіздерге сөйлемнің барысында қалай жасалу керек құрылымы жайлы түсіндіріп өтетін болсақ, яғни to express feature possibility, яғни сөйлем барысында қалай қолданылатындығы жайлы қазір біз сіздерге нақтылап мысалдар барысында түсіндіретін боламыз. Яғни болуы мүмкін жағдайларда қолданатындығымыз түсінікті болды ғой, иә? It might rain later. Қазір жаңбыр жауы мүмкін. Might мүмкін. Жаңбыр болжанып тұр. Қазір жаңбыр жауы мүмкін деген сөз құралып тұр. Және де Anna may not come to the party tonight. Бүгінгі кешкі отырысқа Аннаның келмеуі мүмкін. Яғни келіп келмеуі белгісіз болып тұрған сипатта, мүмкін немесе мүмкін емес болып тұрған жағдаятта қолданылып тұр. Бүгінгі кешке келе алмауы мүмкін деген сөйлем шығып тұр. Және де may might modal verbs'ті to give permission, яғни бір нәрсеге жасалайын деп жатқан іске, орындалайын деп жатқан іске рұқсат беру мақсатында қолданылатын сөйлемдерді біз осылай атаймыз. Ал қазір біз сіздерге оны мысалдармен түсіндіріп беретін боламыз. You may go to the cinema. Сенің киноға баруыңа болады. Яғни киноға баруыңа мүмкіндік болып тұр. Рұқсат етіліп тұрған жағдайда қолданылатын сөйлемді біз осылай атаймыз. Және де you may not park your car in front on the gate. Сен өз көлігіңді сыртқа қоя алмайсың. Яғни мүмкін емес болып тұрған сөйлемді көрсетіп тұр. You may take my pen. Сен менің қаламымды алуыңа рұқсат. Яғни рұқсат етіліп тұрған жағдайда қолданылып тұрған сөйлем. Нақты рұқсат етіліп немесе етілмеген жағдайда біз осылай қолданамыз сөйлем барысын. Бізде тағы да қарастыратын жағдаят бар, ол to ask for permission. Яғни бір нәрсені алу барысында, сұрау, орындау барысында рұқсат сұрауда қолданылады. Яғни біз алдыңғысында рұқсат берілген сөйлемді айтсақ, бұл жолы біз рұқсатты сұрайтын сөйлемдерді жасалу барысын түсіндіретін боламыз. Мысал үшін, may I sit next to you? Мен сенің жаныңа отырсам болады ма? Мен сенің қасыңа отырсам рұқсат па деген сөйлем шығып тұр. May I borrow your pen? Мен сенің қаламыңды ала тұрсам болады ма? Яғни менің сенің қаламыңды қолдана тұруыма рұқсат па деген сөйлем болып тұр. Және де may she use your phone? Ол сенің телефоныңды қолдана тұрса болады ма деген сөйлем жасалып тұр. Осылайша рұқсат сұрау барысында қолданатын сөйлемді біз to ask for permission деп атайтын боламыз. Бұнымен аяқталмайды. May және might көмекші етістіктерім to express wishes, яғни тілек айтқанда, тілек білдіру барысында біз қолданып, may, might сөздері арқылы сөйлемдер жасай алатын боламыз. Оларға мысалдар келтіретін болсақ, May all your dreams come true. Сенің барлық армандарың орындалсыншы. Сенің ойыңда жүрген барлық істерің жүзеге ассыншы деп айтып жатыр. Тағы да бір мысал, May the new year bring you love and happiness. Жаңа жыл саған тек қана бақыт алып келсінші. Саған тек қана қуаныш алып келсінші деген сөйлем жасалып тұр. Яғни may және might көмекші етістіктерін біз тілек айту барысында өзіміздің тілегімізді білдіру барысында да қолдана алады екенбіз. Ары қарай may, might модальді етістіктерінің тағы да қолдану барысы speculate about past actions, яғни may plus have plus participle, яғни өткен шақта жасалған мүмкін немесе жасалмағаны да мүмкін болмай тұрған сөйлемді айту барысында біз made, my модальді етістіктерін қолданып сөйлемдер жасай аламыз. For example, she is late. I think she may have missed her bus. It's possible that she missed the bus. Яғни ол кешігіп жатыр. Менің ойымша, ол автобусынан кешігіп қалды. Яғни өткен шақ барысында it's possible that she missed the bus. Ол өзінің автобусын жіберіп алған шығар деп өткен шақты біз болжап тұрмыз. Себебі ол кешігіп жатыр. Өйткені ол өзінің автобусынан кешігіп қалған болуы мүмкін. Яғни оның автобусы
кетіп қалған болуы мүмкін деген болжамды айтып, біз may және might көмекші етістіктері арқылы болжап, мүмкін немесе мүмкін емес болып тұрған сөйлемді жасап тұрмыз. Тағы да бір мысал келтіріп түсіндіріп өтетін болсақ, what was that noise? It may have been a dog outside our window. Бұл не шу болуы мүмкін? Мүмкін біздің сыртта, терезенің сыртында ит болуы мүмкін. Яғни бұл шуды жасаған ит болуы мүмкін. Иттің үргені бізге өткен шақта солай шулы болып естілгені мүмкін. Яғни біздің сыртымызда ит үріп, оның дауысы бізге жеткендігі жайлы айтып тұр. Яғни өткен шақтағы болған істі болжап айтып тұр. Болжау барысында қолданылатын сөйлем осылайша түсіндіріледі. Сіздерге бұл мысалдар арқылы жасалу жолы түсінікті болды деген ойдамын. Тағы да бір келесі жағдаятта біз may және might модальді етістігін be doing, яғни continuous шағында қолданып сөйлем құрай аламыз. Қазір біз сіздерге оны мысалдармен түсіндіріп беретін боламыз. Don't phone at 9 o'clock. I will be watching the football match on TV. And this don't phone at 9 o'clock. I may be watching the football match on TV. Яғни мына екі сөйлемге назар аударсаңыздар, I will be watching the football match on TV and I may be watching the football match on TV. Сен маған сағат 9-да қоңырау шалма. I will be watching. Өйткені мен ол уақытта теледидардан футбол көріп отырамын. Яғни болашақтағы іс-әрекетін айтып тұр, футбол көріп отырамын деп. Ал I may be watching the football match on TV. Сен маған 9-да қоңырау шалма, мен ол уақытта теледидардан футбол көріп отыруым мүмкін. Яғни сен ол уақытта маған қоңырау шалмасаң дұрыс болатын еді. Себебі мен ол уақытта теледидардан футбол көріп отыруым мүмкін. Сол іс-әрекеттің жасалуы мүмкін болып тұрған сөйлемді осылай салыстырмалы түрде түсініп алсаңыздар да болады. Сонымен қатар біздің may және might модальді етістіктеріміз to talk about possible plans, алдағы күндерімізге, айлар, жылдарымызға қойған нақты арман мақсаттарымызды айту барысында да бізге сөйлем барысында көмекке келеді. Яғни біз алға қойған жоспарымызды мүмкін деп may және might сөздері қолдану арқылы жеткізіп сөйлемдерде құрай аламыз. For example, I'm going to Italy in June and I may be going to Italy in June. Екі сөйлемді салыстырмалы түрде жақсылап қарайтын болсаңыздар, I'm going to Italy. Мен осы жаз айында Италияға барамын. Яғни өзінің баратындығы жайлы айтып тұр. Ал may және might көмекші етістігін қолдану арқылы I may be going to Italy in June. Мен осы жазда Италияға баруым мүмкін. Баруым да мүмкін, бармауым да мүмкін. It's possible. Яғни maybe. I may be going to сөзі арқылы өзінің Италияға барып бармауы мүмкіндігінде өзінің алдағы жоспарының орындалып немесе орындалмайтындығы жайлы айтып жеткізіп тұр. Осылайша біз өзіміздің алдағы жоспарымызды жасалу мүмкін емес жоспарларымызды да may, might модальді көмекші етістіктер арқылы жеткізіп бере алатын боламыз. Осымен болжамды іс-әрекеттер және де бір істің орындалып орындалмайтындығы нақты мүмкін немесе мүмкін емес жағдайда қолданылатын біздің may және might көмекші етістіктеріне арналған сабағымыз осымен аяқталды. Соңына дейін қараған жандар үшін сіздерге көп рахмет. Алдағы сабақтарда жолығатын боламыз. Бізді қолдап лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңыздар.